Сәлеметсіздер ме көрермендер? Мен бүгін сіздерге дене құрылысындағы ең қажетті инструмент ол сүйектің өзінің ауруларына қарсы тұратын және оны қалыптастыруға көмектесетін өнім туралы айтпақшымын. Егер қажетті болса, сіздер лайк басыңыздар, не болмаса комментарий жазып, және дизлайк бассаңыздар болады. Не болмаса подписка бөліміндегі менің подписчиктарым санын көбейтсеңіздер болады. Сіздерге үлкен рахмет. Әрі қарата тыңдаңыздар. Алоэ вера негізінде шынайы, немесе ол алоэ барбаденсис миллер бір алоэның түрінен алынады. Олардың құрамында неше түрлі минералды заттар, дәрумендер, соның ішінде В12 витамині бар олардың ішінде. Бұл алоэ вера барбаденсис миллер түрі ол тиімді және пайдалы заттардың көзі. Бұл осы фридом гелі арқылы, сығындысы арқылы неше түрлі витаминдер, минералдар біздің организмімізге барып, рак клеткаларының өсуіне жол бермейді. Бұл өсімдіктің құрамына кіретін ацеман деген зат дене жасушаларының қалпына келуіне ықпал етеді. Яғни бұның ішіндегі өнімдер барлық органдар мен біздің қан айналымдарымыздағы метаболикалық процестарды жақсартады және қалпына келтіруге ықпал етеді. Иммундық жүйемізді нығайтады, қалпына келтіреді. Сонымен бірге денені өзін емдеуге ықпал етеді. Бұл сонымен қатар анальгетикалық бактерияға қарсы жақсы және шабуыл жасап вирусқа қарсы әсер етеді. Физикалық және ақыл-ой қабілеттерін арттырады. Бұл осы гельдерді қолданудың алғашқы күндерінен бастап, ол денедегі токсиндарды шығаруға бейтараптандырады және кетіруге тырысады. Ауыр металдар мен зиянды заттарды байланыстырады және токсиндер мен шлактар шығаруға тырысады. Осы гельдің құрамында бар сапонин деген зат, ол жасушаларды, лимфамызды, біздің денені, өзіміздің бір денемізді тұтастай алғанда тазартуға көмектеседі. Қан ішіміздегі қан анализдерін жақсартады. Мысалы, кейбір адамдар рентген сәулелерін көп алады, мысалы, ракпен ауыратындар, тағы басқа ауруларға ұшырағандар рентген сәулелерін көп алады. Осы рентген сәулелері, мысалы, организмнің бір жеріне жақсы әсер бергенмен, кейбір екінші жерінде ол кереғар әсер беріп жатады. Осы сәулелердің зиянды тұстарын кетіру үшін осы фридом гелінде пайдалануға өте жақсы неміс врачтары кеңес береді. Сонымен қатар бұл онкологиялық патологияны емдеуде қолданылатын дәрілердің жанама әсерлерін болдырмайды және оларды жеңілдетеді. Осының құрамындағы бар хондроитин, ол басқа біз заттармен, басқа біз күнделікті жейтін, қолданатын тамақтарымыздың құрамында жоқ болғандықтан, осы хондроитин заты фридом гелінің құрамында бар. Ол фридом гелінің құрамында болғандықтан, осыны қолдану арқылы адам шеміршектің өзінің денесіндегі жасушаларына жақсы витаминдерді апаруға қамтамасыз етеді. Және ол шеміршектің зақымдалуына, артроздың және артриттің дамуына жол бермейді. Фридом. Бұл гельдің өзі Германияның Ален қаласында шығады және сонымен бірге бұның құрамында 88% алоэ сығындысы бар. Бұл және адамның денесіндегі 50% С витаминінің қажеттілігін жабады және 60% Е витаминінің қажеттілігін жабады. Сонымен бірге бұл адамның иммунитетін өте жақсы көтереді. Бұл адамның денесіндегі зат алмасу қалыптарын және шаршау қабілеттерін азайтады. Бұл гель сонымен бірге өте қажетті адамның организміне өте пайдалы процесстарды жүргізеді.
бұның өзінің қажетті жерлері адамның организміне өте көп, және айтып жеткізе алмайсыз. Бұның өзінің құрамында біз тамақпен жеп және әртүрлі заттармен біз денемізге кіргізе алмайтын хондроитин деген нәрсе бар. Ол хондроитин, ол адамның бұлшық еттерінің және шеміршектерінің зат алмасу және олардың бір-бірлеріне бірігуін қалыптастыратын бірде-бір ол құрал. Ол қажетті нәрсе адамға. Ол сонымен бірге адамның организмдегі қажетті жерлеріне өзі витаминдерді жеткізіп, себебі бұның құрамында 200-ден аса витамин бар. 200-ден аса витаминді біз ешбір нәрсемен толтыра алмаймыз. Оны осындай тек қана жанама өнімдерді ішу және қабылдау арқылы біз организмімізге жеткізе аламыз. Бұның өзін универсальный деп айтсақ болады, бұл гельдің өзін. Бұл алдын алу қабілетін адамның организмдегі аурулардың жолын алдын алады. Сонымен бірге бұл адамның көптеген организмдегі ауруларды емдеуіне жол ашады. Мысалы, бұл жүйке, тірек, қимыл жұмыстарын жақсартады. Артрит, артроз, шеміршек, адамның сүйектерінің ортасында шеміршек болады, соларды орнына қалпына келтіреді. Грыжа, мысалы, адамның қолдары бір суыққа шалдығып, не болмаса анемия дейді ғой, сондай болып қолдары бір ауырып, не аяқтары ауырып, сондай болып жатса, одан кейін ревматизм, подагра, одан кейін сухожилиялары олардың ісініп, мысалы, одан қала берді геморрой. Бұны даже қант диабетіне шалдыққан адамдар да іше алады. Олардың қандарындағы қанттарды азайтады. Холестерин мен повышенный холестерин, егерде холестерині көп болса адамның денесінде, ол да ішуге болады. Бұл сонымен бірге адамның қан тамырларын бірден бір тазартады. Шлактардан, токсиндардан тазартады. Сонымен бірге бұның өзінің құрамындағы заттар, осы жоғарыда мен көрсетіп кеттім ғой, айтып кеткен нәрселердің барлықтары адамның денесіндегі бірден бір құрылыс құралы десем де болады. Бұл адамның денесіне құрылыс құралы арқылы адам өзіне қажетті минералды заттарды жеткізеді. Бұның өзінің организмге әкелетін пайдасынан бөлек адамға қажетті құрылыс материалдарын апарады. Жаңа жоғарыда айттым, 200-ден аса өте минералды заттар бар ішінде деген. Немістер бостан-босқа бұндай өте сапалы нәрселерді шығармайды. Бұл бірден бір адамның денесін дезинфекция жасайды, одан кейін адамның қанның құрамын жақсартады, токсиндерді шығарады, қалыптасу адамның зат алмасу процестерін жақсартады, одан кейін адамның ішкі құрылысындағы кишечниктардың жұмысын қалпына келтіреді. Сосын адамның өзін қалыпқа келтіру, организмде қалпына келтіру жұмыстарын ынталандырады, белсендіреді, жақсы қылады. Қазіргі уақытта денсаулыққа бағытталған осы неміс компаниясының өнімдерін Россия аумағында міндетті түрде дәріханаларда сатылып жатыр. Және сонымен қатар дәрігерлердің рецептісі арқылы барлық ауруы бар, денсаулығында мүкісі бар адамдарға беріліп жатыр. Өте қажетті өнім деп айта аламын. Себебі біз өзіміз отбасымызда бұны пайдаланып жүрміз және пайдаланып та жатырмыз. Қазір мен сіздерге ашып көрсете аламын мұны. Оның ашылмаған еді, мұны қандай екенін. Мұны бір стаканға құйып сіздерге көрсетейін қандай екенін. Гель тап-таза, өте керемет. Бұның өзінің дозасы бар, күнде ішетін. Бір бутылка 10 күнге жетеді бір адамға. Ал бір курс алу үшін бір айға 3 бутылкасы керек. Сонда сізді денеңізді тазартып, организмдегі қан тамырларыңыздың бәрін тазартып, токсиндер мен шлактардан айырыласыз. Сіздерге денсаулық тілеймін, өмірлеріңіз ұзақ болсын, қартаймаңыздар, жасарыңыздар. Келесі кездескенше.